Асыл жар, аяулы ана, ардақты әже, Айтменова Раушан Полатқызы 60 жаста. Сонау ұзақта қалған балалық шақтарда мына құрғыр мектепте бітпей кетті. Ертерек өссек, жетілсек, біздерде үлкен азамат болып, қашан кішіге жөн сілтейтіндей жерге жетеміз деп, арман қуып, асығушы едік. Ол біз сияқты ұл балалардың көкейіндегі ойлар еді. Сендер қыз балалар қалай ойлаушы едіңдер, Раушан? Иә, бұл өзіңмен отау құрып, Құдайдың берген екі ұлы мен бір қызын, олардан өрбіген немерелерді сүйіп, сенің мерей асқан, асқаралы 60 жасқа толып жатқан шағыңда, естелікке бой ұрып, өткенге көз жүгіртіп, ат шаптыртып жатқаным ғой. Иә, сол ұшқыр ой шүйіткіп, мені де келмеске кеткен, сонау жастық шағымызға сапарлатып, тәтті сезімге бөледі. Бәрі есімде. Қалай ұмытам? Алғаш өзіңді көріп, жүрегімнің дір еткенде есімде. 30-дан ассам да сұр бойдақ шағым, аты бұрынғы кеңестер одағына мәшһүр, еңбек қызыл ту орденді темір асыл тұқымды Қаракөл қой зауытында бас экономист қызметін атқарып жүрген кезім. Жүрек қалауы табылмаған соң ба, әлде есің кіріп есейген соң ба, әйтеуір қызды кім айттырмайды, қымызды кім ішпейді дегендей, біраз қызды көріп, біреудің ана жері ұнамайды, біреудің мына жері ұнамайды болып, өз теңімді таба алмай жүрген шақ еді. Ауылда өзімізбен құрдас Дүйсенбай марқұмның анасы ұзақ жылдар кітапханашы болып қызмет атқарып, зейнеткерлікке шыққан. Заманына қарай үйінде, аула ішінде той жасады. Біздерде өмірден өткен үлкен баласының көзін жоқтатпайық дегендей, достарымызбен бірге анамыздың қуанышымен бөлісуге жиналған бетіміз. Ойымда еш нәрсе жоқ. Сол жерден қалыңдық табам деген ой қайдан болсын? Көршісі Рамат сыныптасымның үйінен той жасалып жатқан үй ауласына кіргенімізде, тойдың басталар сәтін күтіп, шеткерлеу жерде отырған 3 қыз келіншектің арасынан әп-әдемі, сүп-сүйкімді болып көрінген өзің көзіме оттай басылғандай болдың. Сендердің де кітапханашы болып істейтіндіктен, аудандық кітапхана ұжыммен бірге келгендеріңді сол жерде білдім. Ақыл кіріп, ес тоқтата бастаған соң ба, танысайық, мен бойдақ едім деп жаныңа барып, жабыса кетуді жөн санамай, Мұратқан сыныптасымның өздеріңде есепші болып жұмыс істейтін жары Гүлнарға жеңгетайлық қызметті тапсырдық. Достарымның да бар тілегі мені басын құраса екен деп жүретін. Олар да қуана келсе кетті. Той өткен соң бірер күннен кейін таныстық. Таныстығымыз жалғасып, Шәуілдір мен Қарақоңыр қазіргі Шымшы ауылының арасын талай тоздырдым. Өзің туралы сұрастырдым, асылдың сынық екеніңді білдім. Жалған дүниеден өтіп кеткен көкеңнің Қазақстан мен Өзбекстанда аудандық партия комитеттерінің хатшысы, Ташкенттегі мақта қабылдау зауытының директоры, Алматы облысы білім басқармасының басшысы, Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы халық ағарту комиссарының орынбасары қызметтерін атқарғандығын білдім. Сол кездегі зұлмат саясаттан ол да аман қалмай, халық жауы деген айыппен 2 рет сотты болып, отырып шыққаннан кейін де елге қайтпай, сонда 2 жылға жуық жатып, шағым жазып, партиялығын қалпына келтіріп, толығымен ақталғаннан кейін ғана оралғандығын білдім. 16 жасында ауылдан шығып, Ташкент асып, әрі кетіп еткен еңбегінің, көрген жәбірінің, тартқан азабының өтеміндей ауылындағы мектеп Полат Айтменов атын иеленген. Сондай асыл азаматтың 60 жасында көрген сүт кенжесі Раушан қызымен басымыз қосылып, бір бүтін болатымызды жүрек шіркін сезген екен деймін. Уақыт шіркін жүйрік, бала кезімізде жылжымайтындай, өтпейтіндей болып көрінетін сол уақыт бұрынғыдай емес, өз жылдамдығын асыра түскендей көрінеді. Отау құрып, шаңырақ көтеріп, ащы тұщысы қатар жүретін өмір деген теңізде жұбымыз жазылмай,
қосақ қудай қатар жүзіп келе жатқанымызға зырғы бағып, зымырап, қас қағым сәтте 33 жыл өте шығыпты. Бәрі есімде. Алғаш рет үйге бір жілік ет әкелгенде, оны қалай осып тұздауды білмей сасқаныңда есімде. Көрсетер, үйретер, жөн сілтер ата-енені көруде өзіңе нәсіп болмады. Оны көрсетіп үйретер менде де ондай білік жоқ. Көршіміз ақ көңіл, қонысаған осып, тұздап бергені де есімде. Мықты шәкірт екенсің. Одан кейін бәрін өзің жайғастырып кеттің. Шай құйып отырып, өзің бір пиала ішіп болдым деп, пиалаңды жинап қоятыныңда есімде. Серік болып, бірге іштеп қинап жүріп, шай ішуді үйреткенімде есімде. Бүгінде шай ішуде де менен озып кеттің. Сіз деп сызылатыныңда есімде. Бүгінде сызылудан да өтіп, сенге көшіп, құрдасымдай болдың. Иә, қызығы мен шыжығы мол мына дүниеде, ыстық суыққа бірге күйіп, өмірдің қиындығы мен қуанышын, сынақтарын бірге бөлісіп, демеу болып келе жатқан өзіңдей жанмен басымды қосып, жар сүйдірген ұл-қыздар мен немерелерін сүйдірген Аллах тағаламызға сансыз шүкірліктерімді білдірем. Отбасылық міндет пен еңбекті де қатар ала жүріп, үлкен абырой биігіне жетіп, оның да жемісін көріп отырған жағдайың бар. Әбіш Кекілбаев ағамыз адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана деп, артында қанат сөз қалдырып еді. Сол адамды адамзат еткен кітапхана қызметкер ретінде қаламыздағы Нәзір Төреқұлов атындағы орта мектептің кітапхана меңгерушісі қызметін абыроймен атқарып келесің. Еткен еңбегің елеусіз емес. Тәуелсіз Қазақстанның құрметті кітапханашысы атағы беріліп, оның төсбелгісі кеудеңе тағылды. Мақтау қағаздары мен алғыс хаттар тобы да бір бөлік. Бәрін айтта бірін айт, бастысы асыл жар, аяулы ана, ардақты әже атанып, өміріміздің сәнін келтіріп, көңілімізге мереке, шаңырағымызға береке сыйлап отырғаныңда Алла тағаламның сыйы деп қабылдаймыз. Осынау мерейлі күні өзіңе бақыттың байлығын, деннің саулығын, қуаныш пен шаттыққа, қызықшылық пен жақсылыққа толы ғасырлық ғұмыр тілеймін. Әрдайым көктемдей күлімдеп, жаздай жайнап, күндей жарқырап, отбасымызға мейіріміңді, шаңырағымызға нұрыңды төгіп, қуанта бергейсің, аяулым. Байымбет Айтмұрат Ерқұлұлы.